Мектеп оқушыларының сабақтағы белсенділігін қалай арттыруға болады? Қазіргі таңда бұл бағыттағы жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Осы және өзге де тақырыптар аясында аудан көлемінде ұйымдастырылған семинар Жетісай аудандық адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты нөмірі 39-шы Асық-Ата жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің білікті оқушы ұстаздарының ұйымдастыруымен өтті. Толығырақ әріптесі Маллаберген Құлшаның материалында. Аталған семинардың негізгі мақсаты оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын оятып, танымдық белсенділіктерін арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, одан күтілетін нәтижеде жеке тұлғаны дамытып, білімге деген сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру болып табылады. Бұл жердегі мақсат аудан көлеміндегі мұғалімдермен осы мектептің озық іс тәжірибесін алмасу барысында жүрген. Жалпы одан да басқа ауданда қазір кеше күні оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру бойынша облыстық семинар кеңесі өтті. Қонаев атындағы IT мектеп лицейінде. Жалпы осы семинарымыз ары қарай жалғасады. Жыл бойында мектептерге қойылған семинарлар. Бұл жердегі мақсат мұғалімдер келіп, бір-бірлерінің сабағына еніп, жаңағы өзіне керек дүниелерді алатын жағдайлар болады. Бұл жерде озық іс тәжірибелерін арасымен алады. Бұдан да басқа ауданда адами әлеуетті дамыту басқармасына қарасты әдістемелік кабинеттің ұйымдастыру жоспары бойынша кеше 2-3 күн аралығында 5-6 сыныптар бойынша пән олимпиадасы өтті. Енді 6-7 желтоқсан күндері біз жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық пән олимпиадасының аудандық кезеңін өткізгелі отырмыз. Пәнаралық семинар өтілуде. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында, танымдық қабілеттерін көру мақсатында біздің мектебімізде бірнеше мұғалімдер ашық сабақтарын өтілуде. 19 мектеп жетекші мектеп, соның ішінде біздің мектебіміз жетекші мектепке жатады. Соның мақсатында шеберлік орталығының жоспарына сәйкес бүгін оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру мақсатында семинар өткізілуде. Және осы семинарымыздан кейін де біздің облыстық семинарымыз күтілуде. Оқушыларымыздың белсенділігі, сабаққа деген қызығушылығы, белсенділігі артты, танымдық белсенділігі артып жатыр. Және оқушыларымызды шығармашылыққа баулып жатырмыз. Айта өтейік, нөмір 39-шы Асық-Ата жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің оқытушы ұстаздарының барлығы да білікті, жоғары санатты мамандар. Қазірде түрлі оқыту әдіс тәсілдерін меңгерген педагог мамандары өзара іс тәжірибе алмасу нәтижелерінде оқушылардың жеткен жетістіктері де аз емес. Ең бірінші айтатын бізді жалпы менің сапаны бақылау департаментінің жоспары бойынша биылғы осы көктемде біздер аттестациядан өттік. Ең біздің қазіргі айталатын әңгімеміз, ол енді жалпы айтқанда сіздерге түсінікті, мынау 5 жылда бір рет мектеп аттестациядан өтеді. Сол аттестациямыз жаңағы сапаны бақылау департаментінің бұйрығы арқылы өтті деп белгілеп берді. Енді оның бәрі 5 жылдық көлемінде жасалынған жұмыстардың осы жетістіктердің нәтижесі болады. Жалпы айтқанда тестіде мынау оқу саласы бойынша, тәрбие саласы бойынша жасалынған жұмыстардың нәтижесі. Ұйымдастырылған семинар сабақ қорытындысы бойынша мұғалімге қойылар басты талап әрбір оқушымен жеке жұмыс жүргізіп, олардың сабаққа деген ынта жігерін ашып, әрбір тақырыпқа қызығушылықтарын оята білу болмақ. Ал ауданнан келген пән әдіскерлері мен мұғалімдері аталған мектеп ұстаздарының іс тәжірибесіне оң баға беріп, алдағы уақытта бірлескен жұмыстың нәтижесін көруге болатынын айтты. Сондай-ақ тәжірибе алмасу семинар сабақтары әр жыл сайын жалғаса берсе деген өтініштерін білдірді. Маллаберген Құлша, Жеңіс Сыдықов, ақпарат Жетісай ауданынан.